Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ, 74-ші сабақ, мақал мәтелдер. Салт, дәстүр және ауыз әдебиеті тарауы. Бірінші жаттығу. Отпен ойнама, күйесің. Сумен ойнама, батасың. Яғни отпен ойнама дегенде, бұл жерде үлкендердің рұқсатынсыз отпен ойнауға болмайды. Себебі үйде жүрсе, үйдің жиһаздарын бүлдіріп, өзінің өміріне қауіп төнуі мүмкін. Ал табиғатта жүрсе, табиғаттағы жан-жануарларға қауіп төндіреді. Және ағаштар мен тоғайлар жанады. Сол үшін отпен ойнауға болмайды. Мына жерде балақай сіріңкені жағып, оны қызықтап қарап тұрғанда, абайсызда жерге түсіп, от тұтанып, перде жанып жатыр. Ал оны балақай байқамай тұр. Сумен ойнама, батасың дейді. Яғни балалар суда жүзуді білмесе, өзенге, көлге баруға болмайды. Және ата-аналарының, үлкендердің рұқсатынсыз баруға болмайды. Себебі батып кету қаупі бар. Және балақайлар жүзу білмесе де қауіпті болып табылады. Және тік жартастан секіруге болмайды. Сондықтан суға түсер кезде, жаз мезгілінде әсіресе балақайлар үлкендерді тыңдау керек. Сақтық шараларын пайдалану керек. Үлкендердің айтқанын тыңдау керек. Мына суретте балақайлар тік жартастан суға қарай секіріп жатыр. Және ата-аналары қастарында жоқ. Қастарында үлкендер жоқ. Сол үшін суға ойнаған кезде абай болу керек. Және мына жерде бір балақай суға батып бара жатыр. Ол қорқып, айқайлап, көмек сұрап жатыр. Сол үшін үлкендердің айтқанын тыңдап, суға баратын кезде үлкендермен бірге бару керек. Себебі өзеннің кейбір жерлері ойық болуы мүмкін. Сумен ойнама, батасың деген мақал осыдан шыққан. Екінші жаттығу. Немересі көрші баланың ойыншық қылышын сұрамай алып келіпті. Атасы оған ренжіп, ұрлық төбе қорлық деген халық сөзі бар. Мен сенің бұл қылығыңа қатты ұялып тұрмын. Не істеу керек енді, деді. Атасы сұраулы жүзбен Берікке қарады. Атасы немересіне қандай ақыл айтты? Атасы немересіне рұқсат сұрамай ештеңе алма деп айтты. Немересінің орнында болсаң, атасының сұрағына қалай жауап берер едің? Атамнан кешірім сұрап, енді рұқсатсыз ештеңе алмайтынымды айтамын. Үшінші жаттығу. Гүлжан үйге қуанып кірді. Анасына бүгін бақылаудан жақсы баға алғанын айтты. Еңбек түбі зейнет деген қызым. Кеше сабаққа ұқыпты дайындалдың. Бұл еңбегіңнің нәтижесі, деп анасы қызының бетінен сүйді. Еңбек түбі зейнет деген сөзді қалай түсінесің? Зейнет деген игілік. Яғни жемісін көру, адал еңбегінің жемісін көруді айтады.
адал еңбегің жемісін талмай, ерінбей, бар күшіңді салып еңбек ете берсең, ең соңында жемісін көресің дейді. Мінекей балалар, көрдіңдер ме? Қазақтың мақал-мәтелдерінің тәрбиелік мәні өте зор екен. Видео ұнаса тіркеліп, достарымызды шақырамыз.